Осы қазан айының 11 күні Павлодар облысының Май ауданы өзінің 85 жылдық мерейтойын атап өтіп, тарихтың жаңа бір парағын ашты. Бұл үлкен жолды артта қалдырған, даму мен жетістіктің талай кезеңін өткерген өңір үшін маңызды белес. Мерейтой қарсаңында ауданның тарихы мен жетістіктері айшықталып, алдағы мақсаттар айқындалды. Мерекелік шара аудан орталығында үлкен ауқымды ұйымдастырылды. Мерекелік жиынға ауданның құрметті азаматтары, ардагерлер, жергілікті тұрғындар мен қатар сол өңірде туып өскен, аудан экономикасын көтеруде елеулі еңбектерін сіңірген майлық аға буын өкілдері, жеке шаруа қожалығының басшылары, облыс әкімінің бірінші орынбасары Серік Батырғожинов, кейінгі 20-30 жылдың маңайында басшылық еткен аудан және ауылдық округтер әкімдері, оның ішінде сенат депутаты болып отырған. Бүгінде Ернұр Айткенов те бар. Сондай-ақ Ертіс өзенінің сол жағалауы Павлодар облысының Май ауданының маңында бұрынғы Семей полигоны орналасқан Курчатов қаласынан да қонақтар келді. Аудан тарихындағы осынау маңызды оқиғаға келген Курчатов қаласының әкім аппараты мен Семей ядролық полигонының ұлттық зерттеу орталығының қызметкерлері өздерінің жылы лебіздерін білдіріп, ауданның табиғи және еңбек ресурстарын сақтау мен дамыту жолындағы тынымсыз еңбегін жоғары бағалады. Орталық қызметкерлері Май ауданының 85 жылдығы тек өткенге шолу ғана емес, сонымен бірге болашаққа сенімді қадам жасауға мүмкіндік беретін айтулы мереке екенін атап өтті. Аудан болып қалыптасқаннан бері тарихи ғасырға тартқан қасиетті Мамыражай Май елінен қаншама ұлы қасиетті жандар, тарихи тұлғалар, жазушы, ғалым ғұламалар, шешен би батырлар, небір дүлдүл ақындар, көсем сөйлеп іс білетін басшылар, қасиет иелері, имандылықты ту еткен игі жақсылар, жол бастаған ақылманды қариялар, соғысқа қатысқан майдангерлер, тың игеріп жер жыртып, дала төсінде төрін төккен диқан, сауыншы, төрт түлікті жамыратқан малшылар, еңбек адамдары, ұстаздар мен мәдениет қайраткерлері, мықты дәрігерлер шыққан мекен. Ерекшелігі сол болды ауданның Саты, Малайсары, Көктөбе, Май Кеңшары, Ақшиман, Кентүбек, Ақжар сияқты көптеген ауылдардың жас ұрпағы туған жер тарихын зерттеуге өз үлестерін қосқан. Мектеп оқушылары ауыл тарихына терең бойлап, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, арнайы көрме ұйымдастырды. Бұл іс-шара туған өлкенің бай тарихын жастар арасында насихаттап, ұрпақ сабақтастығын нығайтуды мақсат еткен. Көрмеге қойылған тарихи жәдігерлер Май өңірінің адамзат өркениетінің дамуына үлес қосқан көне мекенін болғанын дәлелдейді. Ауданның тарихын болашаққа жеткізу мақсатында асыл қазына болсын деген мақсатпен орталықтандырылған кітапхананың басшысы Қарлығаш Сүпекова өзінің кітапхана қызметкерлерімен бірге жиған материалдарын көпшілікке ұсынды. Салтанатты шараны ашқан аудан әкімі Сәтиев Қадылжан Қайырбекұлы аудан тарихы мәліметтеріне сәйкес 1939 жылы 16 қазандағы жарғымен бекітілгенін айтып, ауданның 85 жылдық тарихы еңбекқор халықтың, адал қызметтің және туған жерге деген шексіз махаббаттың айқын көрінісі деді. Осы уақытта ауданда ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, білім беру, мәдениет салаларында зор жетістіктерге жеткенін тілге тиек етті. Бұл мерейтой аудандағы әрбір адамның еңбегінің нәтижесі. Алдағы уақытта да ауданымызды көркейтіп, келер ұрпаққа мұра ететін істеріміз көп болмақ деп, ауданның өткені мен бүгініне шолу жасап, экономикалық даму, ауданды көркейту жолында еңбек еткен барша азаматтарға алғысын білдірді. Ауданның мерейтойына сәйкес, ауданда сіңірген еңбек үшін төсбелгісімен бірқатар тыл еңбек ардагерлері азаматтар марапатталды. Сонымен қатар мерекелік концерт ұйымдастырылып, жергілікті өнерпаздар аудан тұрғындарына керемет көңіл-күй сыйлады. Халық өнерпаздарының әндерімен билері туған жерге деген сүйіспеншілік пен мақтаныш сезімін оятты. Мерейтой аясында ауданға еңбегі сіңген азаматтар, түрлі саладағы үздік мамандар марапатталып, арнайы құрметке бөленді. Бұл олардың туған өңірді дамытуға қосқан үлесінің лайықты бағасы болды. Мерекелік шара ұлттық дәстүрлерді дәріптеп, ауыл халқы мен қонақтарын қуанышқа бөлеген. Бұл мерекеде қазақтың рухани бай мұрасы жаңғырды. Мерейтойға арнайы киіз үйлер тігіліп, ұлттық ойындар ойналып, бәйге мен көкпар жарыстары ұйымдастырылды. Ауыл халқы мен қонақтар кең жайылған дастарханнан дәм татып, тамаша күнді бірге атап өтті. Ауданның 85 жылдық мерекесі бұл тек өткенді еске алу ғана емес, сонымен қатар болашаққа деген сеніммен қарау, ауданның одан әрі даму жолындағы мақсаты мен міндеттерін айқындау болды.
мерейтой аудан тұрғындарына үлкен мереке ғана емес, туған жерге деген мақтаныш пен сүйіспеншіліктің символы болып қалары сөзсіз. Шарада елімізге белгілі азаматтар мен ауданның дамуына үлесін қосқан тұлғалар арнайы тілектерін арқалап келіп, жылы лебіздерін білдірді. Олар өз сөздеріне ауданның даму жолындағы жетістіктерін, болашаққа деген зор үмітін айтып, аудан тұрғындарының қажырлы еңбегін жоғары бағалады. Ағыбай жоқ болды. Отырғандарды айтып, келген жиекті ауданның басшылары бір күні ұжым болып келіп, халықпен кездесіп деп ойламаса, ол әрі болып келеміз. Алдағы бағытқа тағдар оның енелеп көрсеткен. Соның осы бөлігі, соған 85 ел ағашы ет көктемдегі елді болған шақтысына көбеген Рашид Бектемировичті қалған азаматтарды барлық қосылып. Май ауданын Құдай айырмасын. Аллахым еліміздің осы азаматтардың басқан қадамын құтты қылып әрдайым өргі абыларасына насip етсін. Елдің болашағы зор. Бұл орайда облыс өңір басшысы Қасай Қуандықұлына осы ауданға деген бөліп отырған көңілі ерекше. Бұл өздеріңіз көріп тұрсыздар. Соңғы жылда көптеген бюджет тарапынан қаражаттар бөлінді, үлкен істер атқарылып жатыр. Сондықтан да Сапаржан бөлігінде тек қана сәттілік тілеймін. Халқына мықты денсаулық, осындай бір істерде болар едіңіздер, той-тойға ұласын. Сен ол жерге қойқар мен түйесі, даланың мынау киесі.